1996 жылы ауырсынуға қарсы жаңа дәріні сынақтан өткізу үрдісіне 56 ерікті қатысты. Дәрі треварикайн деп аталатын. Әрбір адамның оң қолының саусағына аталмыш ауруды басатын жаңа жақпаны жақса, сол қолдың саусақтарына еш нәрсе де тигізілмеді. Содан соң екі саусақта қысқышпен қысылды. Тәжірибеге қатысқандардың айтуынша, дәрі жағылған саусақ сол қолдың саусағына қарағанда аз ауырған. Шын мәнінде, треварикайн құрамында еш ауруды басатын қасиеті жоқ. Жай ғана жасанды қоспа екендігін ескермесек, тәжірибенің осындай болуы таң қалатын жайт емес. Еріктілердің бұл препарат расында жұмыс істеді деп сенімді болуларына не мәжбүрледі? Жауап плацебо әсерінің күшінде жатыр. Яғни еш шипалық, не емдік қасиеті жоқ дәрі-дәрмектердің емделушілер әл-ауқатын айтарлықтай жақсартатын түсініксіз құбылыс. Дәрігерлер жалған дәрі-дәрмектердің күшін 1700 жылдарда анықтағаннан бастап плацебо термині қолданыла бастады. Оларды тиісті дәрі-дәрмектер қолжетімсіз болғанда, немесе кейбір адамдар науқастанды деп ойлаған жағдайларда пайдаланылды. Латын тілінде плацебо сөзі мархабат, өтінемін деген мағынаны білдіреді. Науқастарды сендіру үшін плацебо нақты емдеу әдістерін имитациялау керек еді. Сондықтан қант тәттілер таблетка және су сынды сұйықтықтар екпелер күйінде қолданылды. Тіпті жасанды оталар да жасалды. Көп ұзамай дәрігерлер осы тәсілдерді басқа жағдайда да қолдануға болатынын түсінді. Мәселен, клиникалық сынақтарда. Сонымен 1950 жылдары зерттеушілер плацебоны жаңа зерттеу әдістерін сынау үшін стандарттық құрал ретінде пайдалана бастады. Мысалы, жаңа препаратты бағалау үшін зерттеуде пациенттердің жартысы нақты таблетканы алса, қалған жартысына шын таблеткадан айнымайтын плацебо таратылды. Зерттеушілер пациенттердің шынайы дәріні не плацебо алғандығынан хабарсыз болуы айқын нәтижелерді көрсетеді деп сенді. Содан соң жаңа препарат плацебомен салыстырғанда айтарлықтай артықшылықтарын көрсетсе, бұл препарат тиімді саналды. Бірақ бүгінгі күні плацебоны осы бағытта этикалық нормаларға сәйкес болмағандықтан сирек қолданады. Егер біреудің ауруын, әсіресе өте ауыр ауруды жазу барысында жаңа дәріні оның бұрынғы нұсқасымен, не болмаса қолданыстағы өзге препаратпен салыстыру мүмкін болған жағдайда, мүлде бұл іске бармаған жөн. Бұл жағдайларда плацебо жаңа және ескі немесе балама дәрілердің әсерін дәл салыстыру үшін бақылау ретінде қолданылады. Бірақ плацебоның да өз әсері болғандығын білеміз. Яғни, плацебо әсерінің арқасында пациенттер бірқатар аурулардан, атап айтқанда жүрек, демікпе және қатты ауырсынудан арылды. Біз әлі де оның қалай істейтінін түсінуге тырысудамыз. Кейбіреулер плацебоның әсерін жай өзге факторлармен шатастырады деп есептейді. Мысалы, емделуші шынайы болудың орнына денсаулығым жақсарды деп жалған хабарларды дәрігердің көңілінен шығуы үшін айтуы мүмкін. Екінші жағынан, зерттеушілердің пайымдауынша, егер адам жалған емдеудің рас екендігіне сенсе, оның сауығып кетуіне деген үміті ауырсынуды бәсеңдетіп, физиологиялық факторларды қоздырады. Плацебо қан қысымының, жүрек соғысының жиілігінің өзгеруін және эндорфин сынды ауруды басатын химиялық заттардың бөлінуін қамтамасыз ете алуы мүмкін. Бұл неліктен зерттеу барысында пациенттердің плацебо ыңғайсыздықты бәсеңдеткен жиі айтуын түсіндіре алады. Плацебо кейде тіпті аурудың зиянды әсерін баяулататын адреналин ретінде стресс гормондарының деңгейін төмендетуі мүмкін. Ендігі біз плацебоның таңқаларлық қасиетін атап өтуіміз керек пе? Шын мәнінде бұл міндетті емес. Егер де науқас жалған дәрілерді қабылдай отырып өз ауруынан айықтым деп сенсе, ол салдары дәлелденген емдеу шаралары мен дәрі-дәрмектерден бас тартуы мүмкін. Оған қоса, плацебоның әсері уақыт өте келе жоғалады, және бұл жиі кездесетін жағдай. Біз адам ағзасының қыр-сырын жақсы білгенімізге қарамастан, әлі де плацебо әсері сияқты кейбір қызықты әрі таңқаларлық жұмбақтар бар. Сонымен тағы қандай ғажайыптарды таба аламыз? Айналамыздағы әлемді зерттеу оңай, және оның ең қызықты деген нысандары біздің көз алдымызда екенін ұмытпағанымыз абзал.